Өткенде менен бір кісі сұрайды, ата-ананың разылығын қалай алса болады дейді. Сіздер білесіздер ме? Біздің шариғатымызда болсын, дәстүрімізде, жалпы қазақылығымызда мына дала заңы дейміз ғой. Біз қазақ дала заңымен өмір сүрген халықпыз ғой. Сол заңымызда тіпті ата-анаңның алдында отырған кезде аяғында ата-анаңа қарай созып отыруға рұқсат жоқ. Мен бір кісілерді білем, ата-анасының алдында тіпті диванда отырған кезде бүйтіп былай жантайып отырмайды да, түзіп отырады. Құрмет үшін. Мысалы, менің үйімде бала кезімізден біз осылай тәрбиеленіп өстік. Мен де осындай тәрбиені бала шағама беріп жатырмын. Үйге дастарханға тамақ ас келген кезде мен саусағымды тигізбесем, балалар ешкім тигізбейді. Бұл біздің дәстүр, бұл біздің дініміз, бұл біздің шариғатымыз. Кейде мен енді олай болмайтын шығар, бірақ кейде мынандай бір әдейі істеймін де, енді отырған кезде бәріміз тамаққа отырады, ортаға тамақ алып келеді, бәріміз отырамыз бала шағамен. Сол кезде әдейі бір телефон шұқылайын ба, әйтеуір басқа нәрсеге бір назар аударып отырамын ғой. Сол кезде бәрі енді қарын ашып тамақ жегісі келіп тұрады ғой. Сол кезде бәрі күтіп отырады. Үлкен ұлым мысалы бүйтіп былай қашан бастайды екен деп әкеміз. Әдейі тиіспеймін де, не болады екен деп. Тіпті кішкентай балалардың өздері, өйткені үлкендері жемей отыр да, кішкентай балалардың өздері ымдап түсінеді. Сонда шешелері, Ареке, анан бастамайсыз ба деп сұрайды ғой мысалы. Сол кезде, иә деп байқалмай қалғандай әдейі жасаймын да. Сол кезде ананы бүйтіп сәл ғана саусақ түрткен кезде барлығы жапа-тармағай тамаққа жүгіреді. Ата-ананың разылығын осындай нәрселермен алуға болады ағайын. Ата-анаңа тіке көзбен қарамау, ата-анаңның алдында түзіп отыру, оларды тыңдаған кезде олардың сөздерін жерге тастамау, бастан аяқ тыңдап шығу, оларға ақырмау, оларға бақырмау, сөзге келмеу. Кейде болады, өмірде әр нәрсе болады. Бірақ ата-анаң жынды болса байлап бақ дейді. Тағы сол қазақ айтады. Сол себепті ата-ананың қадірін түсіну керек. Оны бар ғой, білесіздер ме, кімдер түсінеді? Ата-анасы жоқ адамдар ғана түсінеді. Сіздер мынандай адам болуларыңыз керек қой. Сол ата-анасы жоқ адамдар сіздерге қараған кезде, шіркін-ай, мына бала ата-анасына сондай керемет мәміле жасап жатыр. Шіркін, ата-анам болса ғой, мен де солай мәміле жасар едім ғой деп өкінетіндей. Сіздер сондай болуларыңыз керек қой. Бәріміз сондай болуымыз керек. Тіпті ата-ананың алдында жантайып отырмайтын да азаматтар бар. Алла разы болсын ол кісілерге.